Сәлем достар, бүгін біз хош иісті әтірлер немесе парфюмерияны таңдау туралы қызықты мәліметтермен танысатын боламыз. Ендеше парфюмерияны таңдаудың бірінші әдісіне тоқталайық. Кейбір әйелдер дәмінің өзгермейтіндігімен ерекшеленеді, бірақ барлық жағдайда бір хош иісті жақсы көреді. Басқалары хош иісті жыл мезгіліне немесе белгілі бір жағдайға байланысты өзгертуге бейім. Қалай болғанда да хош иісті қалай дұрыс таңдау керектігін білу пайдалы. Бұл табысқа жетудің алғашқы қадамы болуы мүмкін. Парфюмерияны ажыратыңыз. Әтірдің хош иісі 1 сағатқа созылады. Ал дәретхана суының тұрақтылығы, яғни туалетная воданың тұрақтылығы 2 сағатқа есептеледі. Парфюмерлік судың құрамында парфюмерлік майлардың жоғарғы концентрациясы бар. Соның арқасында хош иіс 4 сағатқа дейін сақталады. Парфюмерияда хош иісті қосылыстардың ең көп концентрациясы бар. Парфюмерияның хош иісі 6 сағатқа дейін сақталады. Парфюмерияны қоршаған ортаға сәйкес таңдаңыз. Егер сіз шағын, жабық кеңістікте жұмыс жасасаңыз, онда сіз өткір хош иісті парфюмериядан аулақ болуыңыз керек. Сатып алудан бұрын хош иісті өзіңіз үшін байқап көріңіз. Дүкенде сізге ұсынылатын арнайы қағаз жолағына өзіңізге ұнайтын хош иістің бір тамшысын тамыза аласыз. Дегенмен, қағаздағы иіс денеңіздегі иістен сәл өзгеше болатынын есте сақтаңыз. Егер сіз парфюмерияны денеңіздің пульсерленген жеріне тамызсаңыз және иіс сізге ұнайтын болса, онда бұл парфюмерияны таңдауда шешуші фактор болу керек. Сонымен қатар, білегіңіздің ішкі жағына кішкене парфюмерия тамызып, 10 минут күте аласыз. Хош иістің ашылуын күтіңіз, сонда сіз дұрыс шешім қабылдай аласыз. Хош иістің 3 ауырлық дәрежесі бар. Ноталар: жоғарғы, ортаңғы және негізгі. Жоғарғы нота бірден сезіледі, бірақ ұзаққа созылмайды. 5 минуттан кейін ол жоғалады. Ортаңғы нота 10 минуттан кейін пайда болады. Оның орнына негізгі нота ауыстырылады. Оның дәмі шамамен 15 минут сезіледі. Ортаңғы және негізгі ноталар парфюмерлік композициясының негізін құрайды және 1 сағатқа созылады. Парфюмерия туралы толық түсінік алу үшін барлық ноталар толығымен ашылғанша күтуге тура келеді. Парфюмерияны киіміңізге тамшылатпауға тырысыңыз. Біріншіден, сіздің киіміңізден шыққан хош иіс сіз таңдаған хош иісті кетіруі мүмкін. Екіншіден, парфюмерия тамшы түскен жерді бояу немесе түсін өзгерту арқылы киімді бұзуы мүмкін. Бірден бірнеше хош иісті иіскеуге болмайды. Парфюмерияны сынау кезінде сіздің иіс сезу қабілетіңіз айқындылығын жоғалтады. Барлық иістер араласады. Сәйкесінше сіз таңдаған хош иіс туралы нақты түсінік ала алмайсыз. Егер сіз парфюмерияның әр түрін таңдасаңыз, 5-6 хош иіске тоқтаңыз. Әйтпесе барлық иістер араласады. Иістерді сынау кезінде кофе дәнектерін иіскеуге болатынын сұраңыз. Кофе дәнектері парфюмерияның хош иісін жеңуге көмектеседі және иісті ұзақ уақыт бойы жақсы сезінуге мүмкіндік береді. Әрине, иіс ұзаққа созылмайды, сондықтан бір уақытта көптеген хош иістерді таңдамаңыз. Барлық парфюмериялардың шамамен 75%-ында аз мөлшерде рауша мен жасмин сығындылары бар. Сонымен қатар парфюмерияда мыңдаған басқа ингредиенттер мен әртүрлі химиялық заттар бар. Олардың комбинациясы хош иістің пайда болуына әсер етеді. Сондықтан табиғатта екі бірдей хош иіс болмайды. Дегенмен кейде иістер мүлдем бірдей болып көрінеді. Дегенмен көптеген хош иістер дәстүрлі түрде 4 санатқа бөлінеді. Жаңа піскен шөптердің реңктері ағаш, гүлді жемісті және ащы. Парфюмерияны немесе дәретхана суын таза, сәл дымқыл теріге жағыңыз. Мұны ванна немесе душ қабылдағаннан кейін бірден жасаған жөн. Қалай болғанда да парфюмерияны қолданар алдында терінің жағылатын жерлерін жуыңыз. Ұқсас иісі бар сабын немесе тазартқышты қолданыңыз. Есіңізде болсын, душқа арналған гельдер, денеге арналған лосьондар және басқа косметикалық құралдар, егер олардың құрамында парфюмериямен бірдей компоненттер болса, әсіресе тиімді болады және парфюмерияның иісіне баса назар аударады.
Аулақ болыңыз, күрт ерекшеленетін хош иістер, мысалы мускус иісі бар парфюмерлік суды қолданар алдында жемісті душқа арналған гельді қолданбаңыз. Қолдану. Парфюмериямен шектен шықпаңыз. Тым күшті иіс сізге де айналаңыздағыларға да жағымсыз әсер етуі мүмкін. Парфюмерияның аз мөлшері айналадағы хош иістердің арасында жоғалып кетуі мүмкін. Идеал алтын орта. Парфюмерияны денеңіздің пульсерленген жеріне жағыңыз. Бұл кезде тері әрқашан жылы болады және пульсация сезіледі. Тұрақты парфюмерияны қолданған кезде оны тек білекке және тамақ аймағына жағыңыз. Егер сіз дәретхана суын немесе одеколонды қолдансаңыз, онда оларды құлақтың артындағы пульсерленген нүктелерге, кеудеге, шынтақ буындарына және тізе астына жағыңыз. Дәретхана суын иістің қарқындылығына байланысты 12-14 см қашықтықта шашыратыңыз. Хош иіс неғұрлым күшті болса, бөтелкені соғұрлым алыс ұстау керек. Парфюмерияны теріге сүртпеңіз. Егер сіз бұған үйреніп қалған болсаңыз да, табиғи хош иіс осылайша жойылатын ұмытпаңыз. Парфюмерияның аз мөлшерін теріге жағып, оны табиғи түрде құрғатқан дұрыс. Кеңестер. Парфюмерлік спрейлер ашық бөтелкелердегі парфюмерияға қарағанда ұзақ сақталады. Парфюмерияны тікелей күн сәулесінен алыс жерде сақтаңыз. Егер сіз хош иістің ұзақ уақыт буланбауын қаласаңыз, онда парфюмерияны салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Тым жылы орын парфюмерияны бұзып қана қоймайды, сонымен қатар бөтелкеге зақым келтіруі мүмкін. Біреуге сыйлық ретінде хош иісті таңдағанда классикалық иіске артықшылық беріңіз. Жеңіл гүлді парфюмерия әйелдердің көпшілігіне жарайды, ал ауыр экзотикалық парфюмерияны адамның өзі сатып алу керек, өйткені оны өз терісіне сынау керек. Күзге қалай және қандай парфюмерия таңдау керек? Маусымның өзгеруімен гардеробыңызды жаңарту және парфюмерия топтамасына жаңа бөтелкелер қосу уақыты келеді. Көктемгі нотадан жазғы нотаға ауысу тегіс және аз шоғырланған, өйткені жылы ауа райы екі маусымда да қатысты. Ал күн шуақты ызғарлы атмосферадағы иістер ұқсас естіледі. Күзге арналған тамаша парфюмерияны қалай таңдауға болады? Дүкенге барар алдында елестетіп көріңізші, салқын кезде қандай иіс алғыңыз келеді? Даршын, дәмдеуіштер, жаңа ұнтақталған кофе, тәтті кондитер өнімдері немесе балғын қарағайдың иісі бар ағаш хош иісі. Сізге не ұнайтынын шешіңіз. Жеңіл күзгі парфюмерия немесе көп қырлы күрделі кешкі парфюмерия. Күз ауа райының құбылмалы мезгілі. Онымен бірге хош иістердегі көңіл-күй мен дәм талғамдары өзгереді. Сіздің темпераментіңізге, көңіл-күйіңізге сәйкес келетін және сіздің ерекшеліктеріңізді ерекше көрсететін парфюмерияны таңдау маңызды. Асығыс сатып алмаңыз. Дүкен сөресінде кездескен бірінші бөтелке сіздің бейнеңізді мүлдем көрсетпеуі мүмкін. Парфюмерия суы дәретхана суына қарағанда теріде ұзақ сақталады. Сондықтан оны күз айларына таңдаған дұрыс. Мист. Хош иісті заттардың төмен концентрациясы бар өнім. Ол 3%-дан аспайды. Негізінен бұл хош иісті термальды су. Композиция көбінесе қамқорлық компоненттерін қамтиды. Одеколон. Ең көп таралған және салыстырмалы түрде қолжетімді концентрациялардың бірі болып табылады. 3-5% өнімдері бар. Отандық тұтынушылар әдетте одеколондарды ерлер парфюмериясымен байланыстырады. Бірақ бұл санат сонымен қатар әйелдерге арналған хош иістердің үлкен санын, сондай-ақ унисексті қамтиды. Туалетная вода 5-15% хош иісті заттардан тұрады. Парфюмерная вода құрамында 15-20% хош иісті заттар бар және әтірдің одеколоннан кейінгі екінші кең таралған санаты. Духи құрамында 20-30% хош иісті материалдар болуы керек. Соның арқасында олардың беріктігі жоғары. Экстракт 30-40% жететін ең жоғарғы концентрациясы бар өнім. Гүлді иіссулар нәзік, раушан, жасмин, мимоза және басқа да жаңа гүлдердің хош иісі басым. Күндіз және кешке өте қолайлы, бірақ таңертең әсіресе ыстық ауа райында олармен абай болу керек. Олар шулы болуы мүмкін және тым ауыр болып көрінуі мүмкін. Мақсатты аудитория 30 жастан асқан әйелдер. Цитрус хош иістері немесе геспериттер барлығына жарамды. Олардың жынысына, жасына немесе қызмет түріне қатысты көрсеткіштері немесе қарсы көрсетілімдері жоқ. Олар жеңілділігімен және балғындылығымен ерекшеленеді.
букет, лайм, лимон, бергамот, грейпфрут және басқа цитрус жемістерінің хош иісімен ерекшеленеді. Фужер тобы өз атын француздың фугре, папоротник сөзінен алды. Екі жыныстағы сатып алушылар папоротник парфюмерияларына бірдей оң көзқараспен қарайды. Букет герань гүлдері, кесілген шөп, бергамот және дәмдеуіштерді қоса қосымша ноталары бар ағаш мүкінің хош иісіне негізделген. Шипр хош иістерінде гүл шоғының негізінде мүк ноталары да бар. Динамикалық, батыл және жарқын. Олар ерлер де, әйелдер де танымал. Шипр парфюмериялары кешке жарайды. Тіпті іс-шарада да кең қатаң дресс-код болса да, бірақ күндізгі уақытта дәретхана суын таңдаған дұрыс. Қосымша шипр ноталары күдері, темекі, пачули, жасмин, бергамот. Шығыстық немесе анималистік топ өнімдерінің ең аз санымен ұсынылған. Мұндай парфюмерия сирек кездеседі және өте қымбат, өйткені олар кит бездерінің секрециясы болып табылатын биологиялық белсенді зат амбера арқылы жасалады. 1 грамм кәріптастың құны кейде қымбат металдар мен асыл тастар граммның құнынан асып түседі. Бұл оның сирек және бағасын анықтайды. Мұндай парфюмерия ересек әйелдерге және тек кешке және түнге ұсынылады. Ағашты парфюмерия әмбебап кешкі парфюмерия болып саналады. Озон парфюмериясы балғындық концентраты. Олар теңіз бен таулардың кеңдігін еске түсіреді және олардағы элементтердің тынысын сезінесіз. Жеміс тобы өте кең және жазғы болып саналады. Доминант ноталары ананас, жасыл алма, жидектер, қауын қарбыз, букет ванильдің, шоколадтың және даршының хош иістерімен толықтырылуы мүмкін. Дәретхана суы күндізгі уақытта қолайлы, ал парфюмерияны кешке қолдануға болады. Альдегидті парфюмерия бұл өте қайшылықты топ. Олар туралы пікірлер мүлдем қарама-қайшы. Парфюмерияның хош иісті компоненттері композициялардың кең спектрін жасайтын синтетикалық заттар болып табылады. Мұндай парфюмерияның жарқын мысалы алғашқылардың бірі болған аты аңызға айналған Шанель номер 5. Шлейф хош иістің ұзаққа созылатын жаңғырығы. Бұл параметр парфюмерияның техникалық сипаттамаларының бірі болып табылады және ұзақ уақытқа немесе бағаға байланысты емес. Трейл парфюмериялары ең күшті ноталар. Салыстырмалы түрде тыныш басым ноталарға қарағанда кеш естілетін парфюмерия тобы. Парфюмерияның шлейфін жақсартуға болады. Оны қалай қолдану керектігін білу керек. Егер сіз негізгі ноталарға назар аударғыңыз келсе, парфюмерияны дәл және жақын қашықтықта шашуыңыз керек. Егер сізге ізді нығайту қажет болса, иіссуды ауаға шашып бұлтқа қадам басу керек. Бұл микротамшылардың теріге түсуіне мүмкіндік береді. Гүлді хош иістер көк көзді және сұр көзді аққұбаларға, жазғы және көктемгі типтегі әйелдерге жақсырақ сәйкес келеді деп саналады. Күзгі әйел фужер немесе мүк хош иістеріне көбірек риза болады. Қыста дәмдеуіштердің глинтвинолдың және цитрустың айқын ноталары бар ыстық хош иістер қолайлы. Духи адамдар сияқты мінезге ие және олар иесінің темпераментіне сәйкес келу керек. Сангвиниктерге озон, цитрус және жеміс-жидек парфюмериялары қолайлы. Ал холериктер жарқын ноталар басымырақ белсенді хош иісті таңдай алады. Шығыс, шипр, альдегид сабырлы және байсалды. Флегматикалық адамдар үшін былғары немесе күдері, сигара, папоротник, ағаш қабығы және герань ноталары басым парфюмерия қолайлы болады. Схема сонымен қатар қарама-қарсы бағытта жұмыс істейді. Тропикалық және гүлді хош иістер таңертең орынды. Бұл парфюмерия тобының құны әдетте төмен. Күнделікті серуендеу және спорт үшін жазда гүлді немесе жемісті ноталары бар кездейсоқ немесе фьюжн стиліндегі дәретхана суын, ал қыста дәмдеуіштерді қосқан дұрыс. Ерлерге арналған жұпар иістердің ерекшеліктері. Әйелдерге арналған кеңестердің көпшілігі ерлерге де қатысты. Жұмысқа арналған классика, бос уақытта жеңіл хош иістер және мерекелерге арналған сәнді парфюмерия. Дегенмен ерлерге арналған жұпарлар мүлдем басқа ноталарға негізделген. Ерлерге арналған шөпті хош иістердің құрамында шабылған шөп немесе күн жылытылған шөп, қарағай қоқысы және қоңыр күзгі жапырақтары бар. Цитрустық жемістерде бергамот, грейпфрут және әк өте қолайлы. Бірақ мандариндер мен апельсиндер өте сирек кездеседі және
тек жас аудиторияға арналған шығармашылық өнімдер де кездеседі. Ерлерге арналған анималистік хош иістер әйелдерге қарағанда тіпті сирек кездеседі. Бірақ кейбір парфюмериялық өнімдердің букетінде мускус иісі бар, құндыз немесе мускус бездерінің секрециясы. Ерлерге арналған папоротник, шипр және ағаш хош иістері жеткілікті кең ауқымды өнімдермен ұсынылған. Сіздер көріп отырған парфюмерия ерлер парфюмериясы. Бұл парфюмерияларды қолданатын бір адам. Санын айтатын болсақ 53 түк. Барлығы оригинал парфюмдер.